Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын керемет болып шығатын осындай маковый пирогтың рецептімен бөлісетін болам. Видео қызық болса, видеоны жоғалтылмасын каналыма подписаться жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен 4 дана жұмыртқамыздың үстінен 1,5 пиала шекерімізді салып, жақсылап венчикпен араластырып алатын боламыз. Оның үстінен 1 пиала сұйық майымызды құйып, оны да араластыратын боламыз. Барлығын бір келкі масса етіп араластырып алғаннан кейін, оның үстінен 1 бокал жылы сүтімізді құйып, оны да жақсылап венчикпен араластырамыз. Барлығын араластырып алғаннан соң, оның үстінен міндетті түрде електен өткізілген болуы керек. Осылай електен өткізген ұнымызды аз-аздан сала отырып, арасында түйіршігі қалмайтындай етіп, дәл осылай венчикпен бір келкі араластыратын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, бір келкі масса болғанша араластыратын боламыз. Достар, керекті заттардың грамм массаларын ешқандай таразының көмегінсіз пиала стақанмен мен сияқты өлшеп жазсаңыздар болады. Барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдырамын. Барлығын бір келкі масса етіп араластырғаннан кейін 1 пачка разрыхитель, 1 пачка макымызды қосатын боламыз. Яғни разрыхителіміз 18 грамм және макымыз 25 грамм. Барлығын қосып 1 келкі масса болғанша араластырып дайындап аламыз. Осы пирогты дайындамасын алдын пешімізді қосып қыздыруға 150 градусқа қойып қоятын боламыз. Міндетті түрде қызып тұрған пешке салу керек. Пешті қыздырып алғаннан кейін, қыздыруға қойғаннан кейін барып пирогтың массасын дайындайсыздар. Дәл осы дайын болған массамызды арнайы формамызға, мен 24 диаметрлі формаға құйып 150 градуста 45 минут шамасында пісіріп алдым. Пісіру уақытында ешқандай да бетін ашып көрмейсіздер. 40-45 минуттан кейін ғана жай ғана ашып көресіздер. Осылай зубочисткінің көмегімен таза піскен-піспеген тексеріп көресіздер. Сонан соң пирог піскеннен кейін міндетті түрде печканың аузын бірден ашып тастамаңыздар, тек тоғын ғана суырып қойыңыздар. Піскеннен кейін 20 минут 30 минут шамасында өздігіне қалдырамыз. Сонда көтеріліп піскен пирогымыз біздің басылып қалмайтын болады. Бізде дәл осындай кереметтей маковый пирог дайын болды. Мен ыстықтай кесіп көрсетіп жатырмын. Суытып барып кессеңіздер де болады. Егер де рецепт сіздерге пайдалы болса, жоғалтылмасын міндетті түрде каналыма подписаться жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл.